5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында мерейтойлық пошта маркасы жарыққа шықты. Жаңа таңбаны мөрлеу рәсімі Елордадағы Қазанат ипподромында өтті. Бүгінгі мерейтойлық марканы рәсімдеу сәті біз үшін өте маңызды. Өткізілгелі отырған көшпенділер ойындарының да мазмұны мен маңызын арттыра түспек. Жалпы тарихымызда көшпенді халықтың мәдени дәстүрін кейінгі ұрпаққа жеткізуде жасалып жатқан қадам деп есептеймін. Маркада бүркітші бейнеленген, ал таңбаның орталық элементі көшпенділер философиясындағы уақыт пен кеңістікті бейнелетін гофрленген шеңбер. Жаңадан шығарылған марканы қолданысқа енгізу үшін оған арнайы мөр басылды. Енді байланыс бөлімшесіне барып, хат, сәлемдеме жолдау үшін мерейтойлық марканы 500 теңгеге сатып алуға болады. Айта кетейік, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары 8-ші және 13-ші қыркүйектің аралығында Астанада өтеді. Онда спорттың 21 түрі бойынша 97 медаль жиынтығы сарапқа салынбақ. Шағын ғана мерейтойлық пошта маркасы да дүние жүзінің назарын аударғалы отырған шараның бір белгісі болып қалары сөзсіз. Біз үшін үлкен мәртебе осы мерейтойлық марканы шығару. Негізі пошта маркасы әрқашан әлем бойынша пошта маркаларын жинау екінші орында хобби бойынша. Және бұл марка 5000 дана ғана шектеулі, саны шектеулі, және 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 50 жылдан кейін бұл үлкен сұранысқа ие болады.